қазақ әдебиетінің шығармаларын біз ерте жастан оқытамыз да балаларға. Мысалы 7-ші сыныпта ұлпанды оқу ауыр болады, шыны керек, Ақбілекті оқу ауыр болады, ал оқымасқа басқа кітап жоқ та. Сондықтан балалар кітап оқымайды дейміз. Осы олқылықтарды толықтыру үшін қазір Степан Орбас басыма кітаптар қатты ұнап жүр, өйткені комикс та бар, фантастика да бар. Мысалы мен аяғым ауыр кезде Харри Поттерді қатты жастанып оқыдым да. Одан кейін міне балам бірге толған Нарния шежіресін оқыдым. Сол кезде ойлаймын, неге мен жасөспірім жайлы кітаптар аударылмаған, неге бізге қолжетімсіз болған деп ше. Өйткені ұлпанды оқу жақсы, Ақбілекті оқу жақсы, енді біздің тарихымыз, біздің әдебиетіміз, бірақ та ол балаға өте ауыр, оқырманға, жасөспірімге өте ауыр. Бізде мысалы әдебиетте, бала әдебиеті дейміз, және өлгендер қайтып келмейді, бересі оқытпайтын бар, Менің атым Қожа бар деген сияқты. Қылау бар, мысалы Сайын Мұратбектің Жабайы алмасы бар, бірақ ол автобиографиялық нәрсе да, оны бала әдебиеті деп алу да бір жағынан қамту да меніңше дұрыс емес сияқты.